Сәлеметсіздер ме, қымбатты қатысушылар. Бүгін 3-ші модульдің 2-ші сабағы, яғни инсулин резистенттілік. Инсулин резистенттілік дегеніміз не? Былайша айтқанда гиперинсулинемия, яғни ағзада инсулиннің шамадан тыс бөлінуі, инсулин гормонының. Бұл неге? Ұйқы безінің жұмысын бұзылуынан инсулин гормоны шамадан тыс бөлінеді. Яғни ол дұрыс бөлінбесе, бізде глюкоза жасушаға дұрыс енбейтін болады. Сондықтан ағзада қанттың, глюкозаның деңгейі көтеріліп кетеді, дегеннің нәтижесінде қант диабетіне алып келуі мүмкін. Былайша айтқанда инсулин бізде тамақ ішкен сайын бөлініп отырады, әр тамақ ішкен сайын. Егер сізде жиі тамақ ішу, арасы бір-біріне жақын тамақ ішу уақыты болатын болса, онда инсулин бөлініп, ақыр соңында оған сезімталдық төмендеуі мүмкін. Яғни қарапайым тілмен айтқан кезде, сіз бір аппаратпен жұмыс істеп отырсаңыз, оны бір қосып, бір өшіріп, бір қосып, бір өшіре берсеңіз, ол күйіп кетуі мүмкін. Бұл да сол сияқты. Қайта-қайта тамақ келе берсе, ол бір бөлініп, ол үнемі тамақ келе береді екен ғой дейді. Ұйқы безі оны бөліп қойып отыра беруі мүмкін үнемі. Яғни онда тоқтау болмайды, сондықтан ағзада гормон артығынан бөлініп кетеді. Бұл кезде уже глюкоза жасушаға сіңбей қалады. Инсулинге сезімталдықты не бозады? Жиі перекус, жаңағы айтқанымдай, тамақтану арасындағы аралық 4 сағаттан аз болса, түнгі аралық 12 сағаттан аз болса, инсулинге сезімталдықты бұзуы мүмкін. Инсулин тағамның кез келген мөлшері үшін өндіріледі. Егер сіз үнемі тамақтанатын болсаңыз, онда инсулин деңгейі үнемі жоғары деңгейде сақталып тұрады. Бұл жаңағы айтқанымда инсулинге төзімділіктің дамуына алып келеді. Дағыны майдың еруін блоктайды. Демек, сізде май еру блокталса, сізде уже артық салмақ болады. Одан кейін май сіңбейді, дағыны сізге нәжісіңізбен бірге май сыртқа шығуы мүмкін. Келесі инсулинге резистенттілік кезінде дефициттер, яғни хром жасуша рецепторларының инсулинге сезімталдығын арттырады және глюкозаның жасушаға енуіне көмектеседі. Сізде хром жетіспесе де, осы инсулин резистенттілік болуы мүмкін. Одан кейін магний. Магний тапшылығы кезінде жасушаның глюкозаны сіңіру қабілеті төмендейді. Липой қышқылы глюкозаны кәдеге жаратуға ықпал етеді. Тіндердің инсулинге сезімталдығын айтарлықтай арттырады. Ұйқы безі жұмысы бұзылатын болса, инсулинге төзімділік сізде байқалуы мүмкін. Өзіңізді 5 минутта бағалап көріңіз. Егер сізде артық салмақ және де салмақ жоғалту мүмкін емес болса, аштық, шөлдеу сезімдерінің жоғарылауы болса, жарылған өкше, құрғақ тері болса, демек сізде инсулинге резистенттілік болуы мүмкін. Және де қара дақтар мен кедір бұдырлар, яғни қара акантоз болса, мойныңызда, шынтағыңызда, тізеңізде, жұдырығыңызда және қолтық бөлігіңізде осындай акантоздар болса, ол демек сізде уже инсулинге резистенттілік бар деген сөз. Және папилломаларда осы инсулин гормонының жоғарылауынан болады. Байқасаңыздар, көп адамдардың шынтағы қарайып жүреді. Ол жуса да, қырса да кетпейді. Ол осындай жағдайда сіз ең бірінші ұйқы безін жөндеуіңіз қажет. Яғни ұйқы безіне тексеріліп, инсулин гормоны мен глюкозаға тексерілуіңіз қажет болады. Егер де инсулин гормоны сізде жоғары болса, оның гормонды түсіретін препараттар ішудің қажеті жоқ. Бірінші очередте ұйқы безімен жұмыс жасауыңыз қажет. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Келесі сабақ анализдер сабағында кездескенше.